Сәлеметсіңдер ме, көжектер? Сәлеметсіз бе, Ақүрпек апай? Апай, бүгін қандай сабақ өтеміз? Бүгінгі сабақта көкөністермен танысамыз. Көкөніс деген не? Көкөніс дегеніміз бақша өнімдері. Оларға қияр, қызанақ, картоп, қызылша, қырыққабат және тағы басқа да өнімдер жатады. Қазір барлығымен толық танысамыз. Апай, бүгін сабақты қызықты өткізейікші. Жарайды, Сұркөжек. Мына сырманы көрдіңдер ме? Қазір әр көкөніспен танысамыз. Түсінікті. Мен қызанақты жақсы көрем. Бірінші қызанақтан бастасақ бола ма? Әрине болады. Жемістер сияқты көкөністердің де сан алуан түрі бар. Соның бірі қызанақ. Апай, қызыл түсті тағы қандай көкөніс бар? Қызылша. Бұл өнімді ұзақ уақыт сақтауға болады. Оны тамаққа, түрлі салаттарға қосады. Қызылшаны пісіруге ұзақ уақыт қажет. Апай, қарбыз қызыл түсті көкөніске жата ма? Оның сырты жасыл ғой. Қарбыздың сырты жасыл болғанымен іші қызыл болады. Қарбыз өте тәтті әрі ағзаға пайдалы. Сондықтан да оны барлығы жақсы көреді. Көлемі жағынан да басқаларға қарағанда үлкен, ауыр болады. Апай, енді жасыл түстілермен танысайықшы. Жасыл түсті көкөністер өте көп. Солардың бірі қияр. Қияр суыққа төзімсіз өнім. Құрамы толықтай дерлік судан тұрады. Ал балалар, келесі сабағымызды далада жалғастырайық. Алақай, кеттік! Мына көкөніс қалай аталады? Ал бұл қырыққабат. Аты айтып тұрғандай, оның жапырақтары қабат-қабат болады. Қырыққабаттың бірнеше түрі бар. Оны пісіріп те, шикідей де жей беруге болады. Пісіріп те, шикідей де жеуге болатын тағы қандай көкөністер бар? Сәбіз. Сәбіздің құрамы дәрумендерге бай. Сондықтан сәбізді үнемі жеген дұрыс. Ал мынау картоп. Картопты тек қана пісіріп жеу керек. Картоп өзінің құнарлылығымен ерекшеленеді. Картоптың ақ, қызыл түсті түрлері бар. Көлемі де әр түрлі болады. Апай, мен пияз туралы айтсам бола ма? Әрине, айта ғой. Пияз жылататын көкөніс. Оның қабығын ашығанда көзіңнен жас шығады. Пияз жылатқанымен кез келген тағамның дәмін кіргізеді. Емдік қасиетке де ие. Пияздың дәмі ащы, сары, қызыл түсті түрлері болады. Тағы қандай көкөністер бар? Келесі танысатын көкөніс түрі асқабақ. Бұл өнімнің сырты қатты, дәмі тәтті болады. Іші сарғылт болғанымен жасыл, сұр түсті түрлері кездеседі. Асқабақтың өзі ғана емес, дәні де өте пайдалы. Мынау бұрыш. Бұрыштың түрі де, түсі де көп. Олардың қызыл, жасыл, сары түстері бар. Тәтті және ащы бұрыш болып бөлінеді. Бұл көкөніс те дәруменге бай. Тағамның дәмін ерекшелендіреді.
Айналамызда ағзамызға қажет көкөністердің барлығы бар екен ғой. Енді есте сақтайым. Иә, анам тамақ пісіргенде асқабақ жемейтін едім, енді жеп көретін болам. Жарайсыңдар. Күнде қоршаған ортамен танысып, зейінімізді ашсақ, біз алмайтын асу жоқ. Ақүрпек апай, сізге рахмет. Әр сабақты бізге қызықты етіп өткізесіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ертең кездескенше сау болыңдар. Сау болыңыз, апай. Рахмет сізге. Ағай, ағай. Сәлеметсіз бе, Сәлеметсіз бе? Сізге сыйлығымыз бар. Мінекей, қызанақ. Өй, сәлеметсіңдер ме көжектер? Ой, рахмет. Бүгін Ақүрпек апай көкөністер жайында сабақ өтті. Соның ішінде қызанақтың денсаулық үшін маңызы зор екен. Мәссаған, қандай ақылдысыңдар. Рахмет көжектерім. Мені ойлап жүргендерің үшін. Қанеки, бәріңді құшақтай. Рахмет. Рахмет.